Сәлем. Бүгін біз Пул 2018 фильмін қысқаша шолып талқылаймыз. Бұл оқиға 6 метр тереңдіктегі бассейнде түсірілім жүргізетін кино алаңынан басталады. Басты кейіпкер Дэй, өнер бөлімінің қызметкері ретінде түсірілімнің бірқалыпты өтуіне жауапты. Оның қызы Кой өзінің Лаки есімді итімен бірге түсірілімге қатысуға келеді. Түсірілім сәтті аяқталады, бірақ келесі күні нағыз қорқынышты оқиға басталады. Бірінші күн. Кошмардың басталуы. Дэй бассейнді босату үшін алаңға қайта оралады, және аздап демалуға шешім қабылдайды. Ол Лакимен доп ойнап жатқанда ит шетке қарай жүгіреді. Сол жерде жатқан газетте жақын маңдағы су тасқынынан кейін үлкен қолтырауынның босап кеткені туралы хабар жазылған, бірақ әзірге Лакиге ештеңе болмайды. Дэйдің досы Джо келіп, бассейнді босату үшін су сорғышты қосады. Лакиді бассейннің шетіне байлап, Джо Дэйден жұмысты аяқтауды сұрап, өзі саяхатқа кетеді. Дэй бассейндегі жүзгіште демалып жатып, ұйықтап қалады. Оянғанда су деңгейі тым төмендеп кеткенін байқайды. Ол шетіне жетуге тырысады, бірақ тереңдікке байланысты бұл мүмкін болмайды. Шаршаған Дэй бассейн шамын ұстамақ болады, бірақ саусағының тырнағы сынылып, қатты ауырсынуды сезінеді. Ол жүзгішті қолданып шетіне жетуге тырысады, бірақ бұл да нәтижесіз. Жоғарыда оның сүлгісі, ұялы телефоны және халатының бауы жатыр. Дэй көзілдірігін бауға байлап, телефонды тартып алуға әрекеттенеді, бірақ жүзгіштің тұрақсыздығы бұған кедергі келтіреді. Осы кезде Кой телефон шалып, дірілдеген телефон шетіне қарай сырғып құлағалы тұрады. Лаки қуанғаннан секіріп, мойнындағы бауға ілініп қалады. Егер бау босаса, ит тұншығып өлуі мүмкін. Дэй телефон мен Лакидің өмірі арасында таңдау жасап, итінің өмірін сақтап қалады. Алайда телефон дірілдеп, құлап кете жаздайды, бірақ зарядтағыш сымы оны соңғы сәтте ұстап қалады. Дэй ақымақтықпен секіріп, телефонды алуға тырысады, бірақ қолымен қатты соғылып, телефон суға түсіп кетеді. Су деңгейі төмендеген сайын шеті одан әрі алыстайды. Дэй су ағып жатқан құбырды матамен жабады. Сол кезде пицца жеткізуші келіп, ешкім жоқ деп кетіп қалады. Дэй су астында жеткізушіні байқайды, бірақ шалбарының тізбегі құбырға ілініп қалады. Ол тізбектен босап шыққанда жеткізуші кетіп қалады, ал Дэйдің айғайын мотоцикл шуы басып тастайды. Шаршап, не істерін білмеген Дэй жүзгіште жатып қайта ұйықтап кетеді. Кешке Кой келіп, бассейнге секіргелі жатқанда, Лаки үріп, Дэй оянады. Кой шошып, сырғып кетіп, басын қатты соғады да, есінен танып қалады. Ауа райы нашарлап, жаңбыр басталады. Дэй құбырдағы матаны алып тастайды, су деңгейі тағы төмендейді. Түнде бассейн маңына сол қолтырауын келіп, Лакиге жақындайды, ит қатты үрейленеді. Дэй итіне тынышталуын айтады, бірақ қорқынышты оқиғалар әлі алда. Бұл оқиға Дэйдің өмір мен өлім арасындағы күресін және қиын таңдауларын баяндайды. Бірақ Дэй қолтырауының назарын аудармауға тырысады, алайда бәрі бекер. Қолтырауын Лакидің жанындағы темір торларға жақындап, тайғанақтап, тікелей суға құлайды. Дэй үрейленіп қолтырауынды іздейді, бірақ ол бассейннің түбінде қозғалмай жатыр, және әзірге оларға шабуыл жасауға қызығушылық танытпайды. Түн өтіп, кошмардың екінші күні басталады. Екінші күн. Бассейн толығымен бос. Кой әлі ес-түссіз жатыр, ал қолтырауын күн астында қозғалмайды. Дэй қызының жүктілік тесті тауып алады, бұл Койдың айтпақ болған қуанышты жаңалығы еді. Бірақ қыздың жарасы өте терең, бұл Дэйді қатты алаңдатады. Қолтырауынның аузында жабысқақ таспа бар екен, ол әзіл ретінде суға лақтырылған болуы мүмкін. Дэй қан кетуді тоқтату үшін таспаны алуға тырысады. Ол абайлап қолын қолтырауынның аузына соғады, бірақ Лаки үріп, қолтырауын Дэйдің қолын тістеп ала жаздайды. Дэй Койдың жарасына таспаның бір бөлігін жабыстырып, оған су береді. Дэй құбырдың темір қақпағын ашуға тырысады, бірақ ол бұрандалармен бекітілген. Койдың мойнындағы тізбекте көп функциялы құрал бар екен, ол бұрандаларды ашуға жарайды. Бірақ қолтырауын құбырға көтеріліп кетеді. Дэй таспаның бір бөлігін орап, қолтырауынның басына бірнеше рет лақтырып, оны құбырдан шығарады. Ол тез арада бұрандаларды ашып, құбырдың ішіне қарайды. Екі жол бар, бірақ олардың қайда апаратыны әлі белгісіз. Койды оятуға тағы бір әрекет жасағанда, қолтырауын қозғалып, құбырға кіреді. Дэй оны жауып тастаудың орнына айғайлап көмек сұрайды және шетіне шығуға тырысады. Ол құбырға қолтыраумен бірге түсіп, шығу жолын іздейді.
Құбырда темір баспалдаққа апаратын қақпақты табады, бірақ ол құлыппен жабылған. Бассейн жанындағы айнадан қойдың жалғыз қалғанын және қолтырауынның оған жақындап келе жатқанын көреді. Дэй құбыр арқылы тез қайтып, қолтырауынды құйрығынан ұстап, қойдан алыстатады. Мұндай 200 килограммнан асатын қолтырауынды ұстау мүмкін емес еді, бірақ ол қойдан алыстайды. Қой ақыры оянады. Олар оның жүктілігі туралы аздап әңгімелеседі. Түнде Лаки аузында пицца тілімен пайда болады, ол жеткізуші қалдырған қораптан тапқан. Дэй мен қойға азық-түлік ретінде бірнеше тілім пицца қалады. Үшінші күн. Дэйдің жағдайы нашар, өйткені ол диабетпен ауырады және инсулин қажет. Ол Джоның металл үстелде қалдырған шприцті есіне алады. Әлсіреп, ол таспамен еденге көмек деген жазу жазып, есінен танып қалады. Қой оны оятады, олар қолтырауынның ұрғашы екенін және жұмыртқа салғанын байқайды. Бұл жағдайды одан әрі қиындатады, өйткені ұрғашы қолтырауын жұмыртқаларын қорғау үшін агрессивті болады. Күшті дауыл үшінші күнді аяқтайды, бірақ жаңбыр оларға сусызданбауға көмектеседі. Төртінші күн. Дэй қолтырауынның жұмыртқаларына қарайды. Ол есінен танып қалғандай кейіп танытып, қолтырауынды құбырға тартуға тырысады. Қолтырауын құбырға сырғып түседі. Дэй тез арада темір қақпақты жабады, ал қой диванды үстіне итеріп, қолтырауынды қамайды. Олар кешке жұмыртқаларды жейді. Одан кейін қой Дэйдің иығына шығып, шетіне жетуге тырысады, бірақ бұл да сәтсіз аяқталады. Бесінші күн. Ерлі-зайыптылар құбырды ашып, оған кіреді. Қой алдымен түседі, бірақ Дэй қызының музыкалық қорабын алу үшін қайтып барады, және қолтырауынға тап болып, басынан айырыла жаздайды. Құбырда олар шығу жолын іздейді, бірақ әлі де кедергілер көп. Осылайша Дэй мен қой өмір үшін күресін жалғастырады. Алтыншы күн. Дэйдің жағдайы нашарлай береді. Инсулиннің жетіспеушілігі оны әлсіретіп денесін шетіне жеткізеді. Ол баспалдаққа шығып, құлыпталған торды ашу үшін сымды пайдаланып, үстелдің тірегін көтеруге тырысады. Шприцті матаның үстіне айналдырып алады, бірақ тым қатты тартып, шприц еденге құлап, сындырып алады. Дэй енді шыдай алмайды. Түсінде туылмаған баласын көреді, және кездейсоқ темекі қорабын табады. Онда диабетін бақылау үшін инсулин шприцтері бар екен. Бұл шприцтерді ол бірінші күні досының рюкзагын алғанда байқамай түсіріп алған болуы мүмкін. Енді аздап жақсарған Дэй аспанда парамотрдың дыбысын естиді, бірақ жүгіріп барғанда бұл тек ойыншық екенін түсінеді. Дауыл жақындап, қатты жел соғады. Ол қоршаудағы тікенді сымның бір бөлігін бассейнге құлатады. Дэй бұл сым арқылы шығу мүмкіндігін көреді, бірақ өрмелеу өте ауыр болады. Ол сымға өрмелей бастайды, бірақ тікендер қолын жыртып, бүкіл алақанын жаралайды. Сым тіректен шығып кетеді, Дэй құлап, аяғын қатты жарақаттайды. Ол импровизацияланған таңғыш жасайды, бірақ қолтырауын пайда болып, аяғын тістеп алады. Дэй тебу арқылы одан құтылады, содан кейін пластикалық шелекпен қолтырауынды қорғайды. Кешке қарай жаңбыр қайта басталады. Қой баспалдақ секторын бөшкемен жауып, су деңгейі көтеріледі. Дэй қолтырауыннан қашып, құбырдың екінші шығу жолын тексереді. Ол үлкен металл құбырға шығады, бірақ тағы бір үлкен бассейнге тап болып, үміті үзіледі. Жетінші және соңғы күн. Алдыңғы күні ұшып жүрген ойыншық бассейнге құлайды. Екі қарт оны алуға келеді. Олардың әрдайым сол жерде болған баспалдақты пайдаланғанын Дэй байқайды. Қарттар айналаның лас екенін айтып кетуге дайындалады. Дэй құбырда ұйықтап жатып, олардың әңгімесін естиді және көмек сұрап жүгіреді. Бірақ қатты жаңбыр басталып, қарттар баспалдақты қалдырып, тез кетіп қалады. Қолтырауын диван астынан шығып, Дэйдің жолын бөгейді. Енді соңғы шайқас басталады. Дэй тікенді сымды қолына орап, қолтырауынға қарсы шығады. Бірінші шабуылда ол тайғанақтап, аяғын жарақаттайды. Ол қолтырауының басын ұрады, бірақ қолтырауын қарсы соққы жасап, оны әлсіретеді. Айнаның шағылысында Дэй қойдың суға батып бара жатқанын көреді, өйткені жаңбыр су деңгейін көтереді. Дэй диванның бір бөлігін сындырып, қолтырауының көзіне соғады, ол уақытша шегінеді. Бірақ жаңбыр баспалдақты бекітілген құбырларды құлатып, оны бассейннен шығарып тастайды. Қолтырауын Дэйге жақындап, оны қатты жарақаттайды. Соңғы шабуылда қолтырауын Дэйді өлтіруге дайындалады, бірақ қой ысқырықты пайдаланып, су астында дем алады. Бұл ысқырық Лакиді шақырады, ит бассейнге секіріп, бауына ілініп өледі.
Дэй Лакидің өлімінен ашуланып, жанында жатқан темір таяқты алып, қолтырауынның тамағына соғады. Ақыры қолтырауын өледі. Бірақ қой өліп бара жатыр. Дэй оны құтқару үшін соңғы күшін салуы керек. Осылайша Дэй мен қойдың өмір мен өлім арасындағы күресі аяқталады. Дэй Лакидің денесін тірек ретінде пайдаланып, жоғары өрмелеуге мәжбүр болады. Бұл өте қайғылы, бірақ басқа амал жоқ. Қиындықпен ол жоғарыға жетеді, бірақ қой қамалған тор құлыппен жабылған. Дэй темір таяқты қайтадан пайдаланып, құлыпты ашуға тырысады. Ол бассейннің үстінде ілулі тұрып, 6 метр биіктіктен құлап кете жаздайды. Бақытына орай ол шетінен ұстап, жоғары шығады. Дэй қойға жүгіріп барып, оны құтқарады. Бірнеше жүрек массажынан кейін қыз қайтадан демала бастайды. Ақыры екеуі де осы кошмардан құтылады. Осылайша Дэй мен қой өмір үшін күрестен аман шығып, азаттыққа жетеді.